Сәлем достар, бүгін сіздерге қалай қарапайым костюмдерді бағалы костюмдерге айналдырамыз, соны үйрететін боламын. Бұның барлығы сіздерге принт техникасымен жасалынады. Бізге осындай ағаш ою керек болады, және де краска, және де бізге трафарет керек болады. Красканы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, костюмдерді де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ала бересіздер. Краскаге кішкене су құйып аламыз да, және де басы осындай сыпыртқы сияқты щеткамен осылай жағып шығамыз костюмге. Костюмнің астына міндетті түрде кордон қойып қоямыз. Мен костюмнің бір шетіне қарай сурет саламын, және де екінші жағасына сурет саламын. Сондықтан және де алтын түсті, күміс түсті, екі түсті ғана пайдаланамын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, мысалға костюмнің де түсін, басқа да краскілердің түстерін өз қалауларыңыз бойынша ала бересіздер. Осылай ақырындап сыпыртқы сияқты жүргізіп, біраз алтын түстен және де күміс түстен осылай жағып шығамыз. Бұл костюмдеріңізді ерекше әдемі етеді. Просто так бетіне ою қоя салатын болсаңыздар, онша әдемі болмайды да. Ал мынау уже бізде матамыз как будто өзі боялған сияқты, сондай әдемі ерекше эффект береді. Енді мынау ағаш оюымызға красканы жағып аламыз. Бізде декола краска, өз қалауларыңыз бойынша матаға арналған кез келген красканы пайдалана берсеңіздер болады. Губканы да кәдімгі губкалар бар, соны да пайдалана берсеңіздер болады. Осылай ақырындап оюларымызға қойып аламыз да, жағып алып, матаға түсіреміз. Бірінші рет түсірген кездеріңізде красканы мата сіңіріп алады да, онша анық түспей қалады. Сондықтан дәл осы жерден тағы да қайталап жағамыз. Қозғап алмаңыздар, дәл сол орнына қоясыздар. Сосын маталарыңыз бір тегіс болуы керек. Астына қатты бір қалың мата деген сияқты нәрселер қойып қоймаңыздар. Кордондарыңыз да бір тегіс болғаны жақсы. Қатты бірнеше оюларды да пайдалануға болмайды. Минимализм әдемі жұмыс жасауға болады. Мынандай ағаш оюларды кез келген лазерный резкаларға айтсаңыздар, олардың программаларында түрлі оюлар бар, кесіп береді, осындай ағашқа штамп сияқты бастырып аласыздар ғой. Ешқандай қымбат емес бұндай. Енді мен қазір осы жерде 5 жерге ою қояйын деп отырмын. Мына жерде кішкене қолтығына онша жағылмай қалды, қолтығының қасына. Оны да түзеуге болады, қыздар. Кішкене бір дұрыс жағылмай қалса, уайымдаудың қажеті жоқ. Қазір мен сіздерге барлығын обработка жасауды көрсететін боламын. Ең бастысы менің жасап жатқанымды бірге бір қайталасаңыздар болғаны. Мінекей, сосын кейін бұл ағаш оюларыңызды жуып тазалап қойып, келесі бір жұмыстарыңызға да пайдалана бересіздер. Көпке шыдайды. Мен үнемі мысалға бірнеше оюларды жасап қойып, кейде мысалға шылкографиямен байланыстырып, араластырып деген сияқты жұмыс жасаймын. Кейде ДТФ-тің арасында қосып жіберем деген сияқты. Енді мынау да бізде кішкене оюдың үлгісі. Негізі бұл қалдық ою десем болады, соның өзі мысалға мен пайдаға жаратып отырмын. Бұл жерде енді ағаш ұстағыш жасамадым. Қолымда бар болғаннан кейін дәл осылай сіздерге сразу көрсетіп жатырмын. Негізінде штамп сияқты термопистолетпен ағаш жабыстырып қойсаңыздар, ол өте ыңғайлы. Қолдарыңыз краска болмайды. Осылай каждый жерге мысалға 2 рет ақырындап бастырып шығамыз. Ағаштарыңызды қатты баспаңыздар, қатты басып, күштеп сындырып алмаңыздар. Аккуратно, ұқыпты, әдемі жасауға тырысамыз. Өз қалауларыңыз бойынша, қыздар, бұл жерде сіздер фантазияға ерік бересіздер. Просто так осындай штамптардың өзімен бірнеше киімдерді түрлендіруге болады. Мен сіздерге қазір осы ағаш штамп техникасын және де трафарет техникасын байланыстыра отырып, сіздерге осы әдемі костюмді жасап көрсетіп жатырмын. Бірақ енді біраз уақыттарыңызды алады. Мен өзім қазіргі уақытта шылкография техникасын үйреніп алғаннан кейін ол вообще оңай.
вообще мысалға 30 минутта жасайтын осы костюмнің жұмыстарын 5-ақ минутта жасап тастауға болады. Және де жұмыстарыңыз өте сапалы шығады. Мен қазіргі уақытта көбінесе костюмдерді шелкографиямен жасап жатырмын. Енді сіздерге үй жағдайында болғаннан кейін осы жерде штамп техникасын және де трафарет техникасын жасап көрсетіп жатырмын. Енді қыздар, негізі мынандай трафарет қоямын ба дегенмін, бірақ бұл бізде мына костюмге тура келмей тұр. Сондықтан мен өзім қағаздан да ойып алдым трафарет ретінде. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ешқандай қайдан аламын деген сияқты сылтау керек жоқ. Мынаның барлығын переплетный пленкалармен деген сияқты лазерный резкаларға апарып кестіртіп алсаңыздар болады. Немесе осындай қағаздан да сәл қалыңдау қағаздардан осылай өздеріңіз қиып дайындасаңыздар болады. Енді губканың көмегімен қозғап алмай, асықпай, ақырындап өзіміздің қалаған түсімізді, краскамызды осылай түсіріп шығамыз, бастырып шығамыз. Қозғап алатын болсаңыздар, болмаса краскілеріңіз сұйық болатын болса, онда шеттеріне өтіп кетіп, сіздердің жұмыстарыңыз онша әдемі болмай қалады. Мейлінше дұрыс қою краска болғаны жақсы. Губканың көмегімен осылай қозғап алмай, қаласаңыздар жан-жағын скотчтап тастаңыздар. Енді менің қолым жаттыққан, бұған енді мен өзім осылай губкамен пайдалана беремін. Бұның өзін, трафарет техникасының өзін қазір бізде шелкография техникасымен жасалған рамкаларымыз өте жақсы көмектеседі. Сол жұмыстар мысалға өте жұмысымызды жеңілдетеді. Тегіс сондай әдемі қалағаныңыздай мысалға әдемі шығады. Мына жерде енді кішкене сәл-сәл қазір көресіздер. Кішкене бір андай краскілер жан-жағына ағып кетіп деген сияқты сондай болады да. Сондықтан енді алдағы уақытта деп жатырмын да, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мысалға білім деген күн сайын дамып жатыр да. Сол дамып жатқан білімнің барлығын бізге білу керек. Мен өзім сондай адаммын мысалға. Бұрын мен бұл техниканы 2019 жылы пердемен айналысқан кезде кәдімгі перделерге осылай оюларды түсіретінмін. Елдер мысалға тюльдегі оюларды қиып алып, паутинкамен жабыстырып жатса, мен кәдімгідей осындай жуған кезде түсіп қалмасын, оюлары кетіп қалмасын деп, осындай трафарет техникасымен суреттерді түсіретінмін. Енді қараңыздар, бұл жерде кішкене көрдіңіздер ме, андай жан-жағындағы шығып кеткен оюлар бар. Енді бұның барлығын біз контурмен сәндеп ретке келтіреміз. Қазір көресіздер, контурмен ақырындап қолдарыңызды икемге келтіріп, мысалға бір шетіне шығып тұрған жерлерді контурмен әдемілеп түзеп жібересіздер. Бұл контур сіздердің қателіктеріңізді түзеп, мынандай көрдіңіздер ме, мына жерлерде уже басқаша болып жатыр да, контурмен сәндеген кездеріңізде. Бұл да деколаның контур для ткани деп аталады. Сонымен ақырындап қолдарыңызға красканы жағып алмай, ұқыпты мінекей осылай бастырып шығасыздар шеттері. Сіздердің жұмыстарыңыз сапалы, өте әдемі болып көрінетін болады. Осылай жасап шығасыздар. Көп қыздар мысалға бұл техниканы біле бермейді шыны керек. Даже трафарет техникасын ақылы түрде үйретіп жатқан кейбір шеберлердің өздері мысалға дұрыс соңғы мысалға осындай түзеу керек деген сияқты нәрселердің барлығын нюанстарды айтпайды да, сосын кейін көп қыздардың жұмыстары өте нашар болып шығып жатады. Мен өзім енді инстаграмнан байқап жатам, даже сатылымға қойып қояды, оның өзі ұятты. Сол себепті мен сіздерге мысалға мына әрбір нюанстарына дейін көрсетіп жатырмын сіздерге. Мен өзім сондай адаммын. Бір нәрсені үйреттім ба, бүкіл нюанстардың барлығын ашық айтып көрсетем. Сол кезде қыздар да мысалға риза болып, толықтай желаниялары ашылып, мына жерде бұзылып қалды, дұрыс болмай қалды деп клиентке ұялып сөйтіп жүрмейді. Мысалға қарасаңыздар, мынау әрбір оюдың шеттері сәл кішкене дұрыс болмай тұр. Бірақ біз оның барлығын
контурмен дұрыстап келтіріп жатырмыз да. Уже жаңағы видеоға қарағанда басқаша болып жатыр, иә. Енді мінекей күміс түсті оюларымызды да ақырындап шеттерінің барлығын контурмен сәндеп шығамыз. И сол кезде сіздердің мына оюларыңыз анық, әдемі, күшті болып шығады. Жұмыстарыңызда мысалға сіздер ұялмай 25 мың теңгеден бағалап сата аласыздар. Болмаса мысалға өздеріңізге жасап алып жүрсеңіздер, иә, бұл қандай күшті. Енді мына жердегі шетіндегі кішкене шығып кеткен жерлерді қараңыздар, иә. Бұның барлығын ақырындап ақ краскамен бастырып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Білінбей қалады. Менде мысалға осы 3-4 жер ғана сәл-сәл кішкене білініп тұрды да, и соны мен ақырындап ақ краскамен кетіріп дайындап қойдым. Енді мына жағасына да кішкентай оюларды келтіріп бастырып шығамыз. Бұл жерде де мысалға мынау оң жақтағы оюларға сәйкес болу керек. Мысалға сіз оң жақтағы оюларды басқа оюлармен істеп, мысалға жағасына мүлде бөлек ою жасауыңызға болмайды. Мысалы мына жерде менде мына ою жаңағы кеудесінде тұрған оюдан сәл кішірек та, бірақ формасы бір. Енді мен бұл ағаштарды әдейі краскілеп жатырмын, яғни сәл элементтерін өзгертіп, ақырын матаға тігіп қойсақ болады. Кәдімгі түйме сияқты қылып, болмаса брошка сияқты қылып, иә, бұл да енді ерекше әдемі болып тұрады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарайсыздар ғой. Бұның барлығы менде осы резкаға бір оюларды қидыртқан кездегі қалдық оюлар. И соның өзі мысалға мен өзімнің фантазияма ерік беріп, осындай жағасына деген сияқты тігіп қоямын, әдемі шығады. Мінекей көздеріңізбен көргендей біздің жұмысымыз дайын. 24 сағат кебу керек, 24 сағаттан кейін кеберулеріңізге болады. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Мына жағасына енді бір андай септерді өзім қолда тұр екен, и соны алып та кәдімгідей көктеп тіге салдым. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде отчет жіберіңіздер. Мінекей шәкірттерімнің жұмыстары деп мақтанып қалайын. Жұмыстарыңызға сәттілік, сіздерге видео пайдалы болады деген ниеттемін. Фантазияларыңызға ерік беріңіздер, эксперимент жасаудан қорықпаңыздар.